Күн енді басталған сияқты еді, бірақ сағат кешкі 6 болды. Апта енді басталған еді, бірақ жұма келіп қойды. Бір ай өтті. Жылда аяқталайын деді. 30 жылымызда өтті. 40, 50, 60 жыл өмірімізде өтті. Біз ата-аналарымыздан айырылғанымызды түсінеміз. Достарымыз да қалмады. Және біз олардың қайтарылмайтынын түсінеміз. Қалған уақытымызды барынша пайдалануға тырысайық. Бізге ұнайтын істерден ұялудың қажеті жоқ. Сұр түстерге түрлі түстерді қосайық. Біздің жүректеріміз үшін шәрбәт болып табылатын кішкентай нәрселерге күліп көрейік. Және ақыр соңында бізде қалған уақыттың ләззатын алайық. Сосынды алып тастайық. Мен мұны кейінірек жасаймын. Мен кейінірек айтамын. Мен бұл туралы кейінірек ойланамын. Бәрін кейінірек деп, кейініректі біздікі сияқты қалдырамыз. Өйткені біз сосын кофенің суитынын түсінбейміз. Содан кейін басымдықтар өзгереді. Содан кейін жыл аяқталады. Сосын денсаулық нашарлайды. Сосын балалар өседі. Сосын ата-аналарымыз қартаяды. Сосын уәделер ұмытылады. Сосын күн түн болады. Сосын өмір бітеді. Сосын жиі кеш емес. Сондықтан кейінге қалдырмаңыз. Өйткені күткен кезде біз үздік сәттерді жоғалтып аламыз. Біз досымызды жоғалтуымыз мүмкін. Біз сүйетін адамымыздан айырыла аламыз. Содан кейін өкінішке қарамастан оны қайтара алмаймыз. Ең жақсы тәжірибе, ең жақсы достар, ең жақсы отбасы. Бүгін дәл қазір, бүгін дәл осы күн. Біз бәрін дереу жасауға мүмкіндік беретін жаста емеспіз. Сондықтан сізде бұл роликті жақсы адамдарға жіберуге уақытыңыз бар ма? Көрейік. Немесе жақсы досыңызға, немесе сіз оны кейінге қалдырарсыз. Немесе сіз оны ешқашан бөліспейтін боларсыз. Мен ақмақпын. Мен уәде еткеннен де көбірек беру үшін өмір сүремін. Мен сіздің өміріңізді осы жерде және қазір өзгерткім келеді. Әлде мен де сосын ба қалдырайын ба?